Сәлем достар, менің бүгінгі видеом 250 нысаны, яғни декларацияны тапсыру туралы болмақ. Қазір жыл аяқталып жатыр, сондықтан көбіңізге осы декларацияны уақытында тапсырмағандығыңыз жөнінде смс-тер келіп жатқан шығар. Оны қалай тапсырамыз? Қазір мен сіздерге көрсетемін. Google-ға налоговый кабинет немесе кабинет налогоплательщика деп жазамыз. Мына жерде бірінші тұрған салық KZ кабинетіне кіреміз. Енді осы жерде войти ЭЦП-ны басамыз. Выберите файл, өздеріңіздің цифрлық қолтаңбаларыңызды таңдайсыздар. Таңдадым. Енді астына пароль жазамыз. Окейді басамыз. Енді выборетті басамыз. Міне біз салық кабинетіне кірдік. Енді осы жерде, мына жерде личный кабинет, лицевой счет деп тұр ғой. Осы жерде үшінші графа формы налоговой отчетности дейді таңдайсыздар. Осы жерден настройка списка форм дегенді таңдаймыз. Енді осы жерден 2023 жылды таңдаймыз. Осының ішінен 250 деген нысанды тауып аламыз. Бұл міне біздерде жерде тұр. Декларация об активах и обязательствах физических лиц деп тұр. Осы 250 нысанын таңдаймыз. Мына жерге телефон номерлеріңізді жазасыздар. 878 деп. Одан кейін электронный адрестеріңізді жазсаңыздар болады. Мына жерге признак резидентства. Резидент Республики Казахстан деген таңдаймыз. Енді егер де мұғалім болатын болсаңыздар, мына жерге Б деген категорияны таңдаймыз. Датасы өзі автоматты түрде осы жерге қойылады, ештеңе жазбайсыздар. Далее батырмасымен басып жүре бересіздер. Екінші, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін, біреу үшін тапсырып жатсаңыз, онда галочка қоясыз. Өзіңіз үшін тапсырып жатсаңыз, онда қоймайсыз, ештеңе далее деп жүре бересіздер. Енді бұл укажите вид декларации дейді, первоначальный. Бұл бірінші тапсырып жатырған нәрсе, сондықтан первоначальный деп таңдаймыз. Енді қазақшаға аударып алайық. Айлық есептік көрсеткіштің 10 мың еселенген мөлшерінен аспайтын сомадағы қолма-қол ақша туралы мәлімет дейді. Осы айлық есептік көрсеткіштен, яғни шамамен 30 миллионнан жоғары ақша болатын болса, онда мына жерге өрісті қосу деп соны енгізесіздер. Егер жоқ болса, онда жалғастыру деп бересіз. Енді 5-ші кезең бұл шет елдегі мүліктер туралы. Шет мемлекетте тіркелген жылжымайтын мүлік туралы мәлімет, көлік туралы мәлімет. Егер шет елде мүліктеріңіз, счеттарыңыз болатын болса, осыларды белгілеп көрсетесіздер. Жоқ болса, еш қайсында баспаймыз. Мынаның барлығы осы соған байланысты. Ешқайсысын баспаймыз, жалғастыру деп басамыз. Енді ең соңында сіз қай мемлекеттік кірістер органына қарайсыз? Егер Атырау болса 15-10 мысалы. Мына жерден таңдауға болады, әртүрлі нені. Мысалы, әр өзіңіздің кодыңызды білсеңіз, сол налоговый органның кодын жазасыздар. Егер білмесеңіз, осы спискіден қарап таңдасаңыздар болады. Ал егер ол басқа аудандары болады болса, Атырау қаласының, онда оның коды басқа болады. Өздеріңізге керектісін таңдап аласыз. Мысалы, мына жерде барлығы бар, аудандікі бөлек болады және қаланыкі бөлек болады. Өзіңізге қажетті кодты таңдап аласыз. Атырау қаласы бойынша, мысалы 15-10. Осыны таңдаймын. Енді мен осы декларацияда келтірілген мәліметтердің дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беремін деп галочка қоясызда, мынаны мемлекеттік кірістер органына жіберу дегенді басасыздар. Содан кейін сіздерде қол қоюға бет ашылады. Окей батырмасын басамыз. Содан кейін қол қоясыздар. Қайтадан цифрлық қолтаңбаңыздың екінші қол қою ключін таңдап пароль енгізесіздер. Мен бұны жібермеймін, себебі мен тапсырып қойғанмын. Бұның таңдауды басып жібергеннен кейін сіздерде налоговый документ қабылданды деп осындай сіздерге бетше шығады. Бұны тек жылына бір рет қана тапсырамыз. Бірінші кезеңі уже басталып кетті, бітіп жатыр. 31 желтоқсанға дейін тапсырып үлгеру керек.
егер бұл ақпарат пайдалы болса достарыңызбен бөлісе кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.